саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта біз тағы да бір объектпен танысамыз. Ол объекттің аты button. Біз өткен сабақта лейблмен танысқан болатынбыз және Hello World экранға шығардық. Жұмыс істеу ортасымен таныстық Delphi'дің. Ал бүгін жаңа объектті, ол объекттің аты button. Яғни бірінші қарапайым бір мысал көрейік. Мысал бізде Hello World шығып тұр. Оны запуск жасаған кезде окнода Hello World деп шығып тұрады. Енді біз былай қарасақ, Object Inspector'да кез келген объектінің қасиет жады, яғни свойствосы. Қазір бізде таңдалып тұрған Hello World label, яғни мына жерден байқасаңыздар да болады, аты жазып тұр label деп. Енді осы жерде қасиеттердің ішінен біз visible деген қасиетті алайық, яғни көрініп тұр деген. Яғни көрініп тұрғаны рас, бірақ оны өтірік қыламыз. Бірақ бұл панель былайша көрініп тұра береді. Ал запуск жасасақ, яғни дайын күйінде бұл экранға шығармайды. Яғни біздің дайын программамыз уже қарап тұрсаңыздар ештеңе көрінбейді. Яғни жоқ, көрініп тұрғаны өтірік, жалған. Енді осыны button арқылы, яғни біздің бүгін өтетін жаңа объектіміз buttonның көмегімен біз оны көрінетін қылып жазамыз. Яғни осыны таңдадық, бастық былай. Енді бұның свойствосына келетін болсақ, қасиетіне caption деп тұрады. Captionға аламыз да көрсет деп жазамыз. Яғни әшейін көрсет деп ат береміз, көрсету деп қоямыз. Мейлі. Енді және бұл объектімен танысқанмен бүгін бізде ештеңе өзгермейді, егер біз eventspен таныспасақ. Events бұл оқиғалар. Оқиғалардың ішінде негізінде түрлі оқиғалар бар. Яғни оқиға болғанда кәдімгідей біздің болатын оқиғамыз емес, яғни оқиғалар деп айтылады. Бірақ былайша жалпақтылмен айтқанда бұл яғни команда беру. Яғни buttonға команда беретін болсақ, мысалы мына жерде көптеген түрлер бар оқиғалардың. Яғни былай қарап тұрсаңыз, кейбір программаларда былай кнопканың үстіне апарған кезде ол беуіп кетеді, кішірейіп кетеді. Оның бәрі mouse down, mouse enter, mouse leave, mouse move және сол сияқтылармен істеледі. Яғни біз бұған команда беру ретінде қарапайым on click-ті таңдаймыз. Яғни on click, яғни басқан кезде болатын оқиға. Яғни on click-ке барамыз, 2 рет басамыз, сол кезде бізде мынандай процедура ашылады. Енді біз осы жерде кәдімгідей кішкентай бір программа жазамыз. Яғни қазір біз F12-ні басатын болсақ, бұл қарапайым өзінің түріне келеді, ал қайтадан басатын болсақ, ол код түріне келеді. Яғни бір қарапша кодтың бәрін бірінші жұмысты бастамастан. Яғни F12-ні бассақ, бізде мынандай код ашылады. Яғни бұл код былайша қарап тұрсаңыздар қысқа сияқты, бірақ біз қарап тұрсаңыздар 29-30 қатарда жүрміз. Ал бұл қарап тұрсаңыздар бұлай көрсетіп тұрады. Бірақ бізге бұлар қазір қажет емес, бұлар білудің, бірақ бізге ең керегі қазір buttonға оқиға беру. Енді F12-ні басамыз, Hello World таңдаймыз, бұның атын көреміз. Аты бұның мына жер жазылып тұрады, label 1 деп. Яғни label 1 бұның аты, айнымалының аты, объектінің аты, басқаша айтқанда. Енді F12-ні басамыз, яғни бізде on click ашық тұр уже. Енді label 1 дейміз, яғни соған қатынас жасаймыз. Тамам болып кетті. Соған қатынас жасаймыз, яғни label 1 точка десек, оның property, яғни қасиеттерінің барлығы экранға шығады. То есть экранға шықпайды, яғни біздің алдымызға алып келеді.
сол property'дің ішінен біз visible'ды тауып алуымыз керек. Астына түсе береміз. Міне visible бізге керек. О, visible қалай жағдай келіп отыр. Яғни visible біз бағана көрініп тұруы өтірік деп жазған болатынбыз. Яғни false дедік, жалған. Қазір біз оны көрсет деп жазатын болсақ, яғни көрініп тұрғаны рас деп true деп жазамыз. True деп жазамыз. Енді F12-ні басамыз. Яғни F12-ні басамыз. Бағана біз запуск жасаған кезде Hello World ештеңе көрініп тұрған жоқ еді. Енді сынап көрейік. Hello World бізде көріне ме екен, көрінбей ме екен. Мынау не дейді? Errors. Delphi'да бағдарлама жазбағалы көп болыпты. Мен де ұмытып қалыппын. Бұл жерде меншік деген кезде андай қою керек екен ғой, қос нүкте. Содан кейін барып бұл істейді. Басамыз. Бұдан кейін бұл қатесі шығу керек. Міне әдем. Қазір бізде Hello World бағанағы Hello World'ымыз жоқ әлде. Бірақ біз аны басқан кезде, яғни кнопканы басқан кезде ол экранға шығатын бағдарлама жаздық. Енді сынап көрейік, яғни басып көрейік. Керемет. Шығып тұр. Енді талдау жүргізейік кішкене. Яғни қайтадан бір түсіндіріп өтейін. Мынау біздің қалай айтсам, мысалы концерт болса, закулисный дейді, ішінде ар жағында әншілер, күйшілер боянып атады. Мысалы театрда актерлар, актрисалар боянып жатады закулисныйда. Дәл сол сияқты бұл закулисный. Яғни бер жағы. Яғни программа тек қана программистке ғана көрінеді да бұл. Басқа клиенттер көрмейді. Маған көп сөйлеп кеткен шығармын. Енді Hello World label. Label'дың аты керек бірінші бізге. Label 1 және properties. Properties пен events'ті екеуміз біліп алу керек. Яғни қараймыз. Visible false дұрыс. Яғни бұл былай дайын күйінде көрінбейді деген сөз. Егер біз visible false, яғни птичка қоятын болсақ, мына жерге бұл trueға айналады. Бұл trueға айналады. Және бұл запуск жасағанда бұл көрініп тұрады. Және ол қызық болмай қалады. Енді false. Енді button'ды таңдаймыз да. Button'ды таңдап ат бердік. Және оқиғалар кірдік. Және мына жерге бір on кликке қарапайым бір оқиға бердік. Оны 2 рет бастық. Сонда бізде мындай код жазатын жер ашылды. Код жаздық, яғни label 1-ді бізге label 1-дің көріну қасиетін шынға айналдыр деп жаздық та. Яғни сол кнопканы басқан кезде мынау орындалады. Мынау орындалған кезде экранға бізге мынау шығады. Жалпы бүгінгі сабақ өзі сол. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге тапсырма осы сияқты осыларға көптеген эксперименттер жүргізіп келіңіздер. Бұл өте оңай. Келесі сабақта кездескенше жақсы.